Бәрінен ерте самолетпен жетіп аласың. Бәрі қайда кеткен? Звоныч балаларға. Чё там, Ержан? Сен вообще соңғы кездері біздің аяғымға ғашық сияқтысың ше. О, қасиет. Ой, үйседі ғой енді. Қасиетті. Прекрасно біліп тұрсың ғой, самая дерзкая екен. Ой, ұнаттым. Сен өсіп жата бересің ба? Бір әрекет жасасайшы, бір сындыруға бір. Примерно қандай әрекеттер? Мысалы, сен оған хат жаз. Ой, Нұртау, құмаш хат деген бұрынғы заманның әрекеттерін сендерге айтайын. Қызды қалай сындыру керек екен, менен үйренсін, нәшәчик. А чё сен любой қыз сындырасың ба не? А чё сен сомнениең бар ма не? Ера, натуре айтайын. Мысалы, сен біздің Ақботаны сындыра алмайсың. Ой, 6 секунд қой. На чё спорим? Давай, на чё? Давай бір ойға. Қойға? Мен бірақ оны қалай алып кетем потом? Бопты, давай. Давай. Ақбота дейсіңдер ғой. Махаббат, бізде сценарий дайын. Бірақ жүргізуші керек бізге. Жүргізушіні уайымдамасаң болады. Себебі бізде Ақбота айтақта Түркістандағы конкурсты жүргізем деп дайындалып жүрген. Жақсы болды ғой. Ақбота, онда сен сценарийді ал да, дайындала берші, бірақ бізге ер бала керек қасына. Құр жалғыз қыз жүргізе алмайды ғой. Ер бала? Ер бала керек. Ер бала ма? Иә, ер бала. Ағай, екінші жүргізуші жоқ болса, мен болсайын да? Жүргізе аласың ба? Иә. Күшті жүргізем. Мынау жақсы болды, дайындалыңдар сонда екен ба? Болды ба? Сен екеуі танып кеткен дұрыс болды қайда. Ертең істейміз. не алады, екеуін екі жақтан шығардан. Бірден бөліп алайық. Мен бірінші жүргізуші ал, сен екінші жүргізуші боласың. Жай. Сол ертең уже жүргізуші дайын. Әншілер дайын. Арттан Мынау екеуінің арасында не бар? Сторисқа салсам, явно көп просмотр. Не болды? Что случилось? Все в порядке. Тыныштық па? Не ғой, я жоқ. Медина қазір көрсетем, я ашуланба. Почему только я? Что-то серьезное случилось? Оның арасында. Что? В смысле? Он мне сказал, в Туркестане будет, а он там с девушкой сидит.
Че там, брат, не істейміз? Білмеймін сол. Істеу керек сол. Че там, родной, қалайсың? Жақсы. Че там? Біреуді күтіпсіңдер ма? Жоқ, жай тұрық. Әкелсе, родной, көмектесіп жіберейік та. Әке көмектесіп. Дейсің бе, короче. От души. Қыздар, осы сендер байқадыңдар ма? Мержан аялымға басқаша қарайды. Иә. Ой, қыздар, қойыңдаршы. Не нужно мне? Мә, аялым, осы сендікі рахат. Барлық жігіт түсіндіріп аласың да? Ой, не нужно оно мне, деп шығасың. Ну, а я хочу влюбиться. А я считаю, что мы еще маленькие. Мә, Айназік, бүкіл кайфты бұздың ғой. Не, реально же, мы же еще маленькие. Иә. Кстати, қыздар, мен хайлайтер алдым. Как вам? Жаққа қолым күйдіріп алдым. Поздравляю. Енді аккуратно істемейсің ба? Әдем. Әдем, прям андай шимерлар әдемі. Бұлардың денесімен доступы болғаннан қорқып едім ше. Ах, Ера, Алматыға кел, аямайым. Түркістанға конкурсқа кеткендері осы ма? Здесь что-то не то. Наверное, что-то случилось. Ну? Шынымен зерттеу керек қой бізге. Ана конкурсқа кеткендерін қайда екенін табу керек. Бірақ қалай табамыз? Кім таппай жатсыңдар? Маған? Әкелгендеріңе рахмет, суды сыртқа қоя салыңдар. Ішке кіргізіп қоя салайық та. Жоқ, әжең су сыртта тұрады. Дала су қосуға қалады ғой. Сендер бір айтқанды ұқпайсыңдар ма, әлде үйге көрген мақсаттарың басқа ма? В общем, алдында осындай жағдай болады ғой. Сәлем, қыздар. Қалдарың қалай? Мы не знакомимся. Пойдемте, девочки. Бәсе, жөндермен жүріңдер, бұл королевалар сендерге қарамайды. Мен жұмадан саған бір өт ішім болып тұр еді. Қандай? Мына хатты ешкім жоқта Аминаға бере аласың ба? Жарайды. Алмайтын қанша ма? Жарайды, тез қайтыңдаршы. Аха, рахмет. Сен не істеп тұрсың? Жұмажан, Не? мен де бір нәрсе айтайын деп едім. Не? Мана аяуға бере аласың ба? Жарайды. Жұмажан, Не? рахмет. Оқасы жоқ. Махаббат апай алмайды. Бәрі қайда кеткен? Конкурсқа қатысам өздері. Так, тастан не істең болады. Ой, мен естіп кеттім. Ер аға звондаймын. Нет ответа. Жақсы. Так, енді не істесең болады, тастан ойлан. Алло, Жансая? Дастан, жеттің ба? Я жеттім ғой, бірақ... Ералылар жоқ па? Солай болып тұр енді. Негізі, олардың қайықта екенін білесің бе сен?
Ой, соны бағана айтайын деген кезде сен ұстамай, сен жолда болып, сөйтіп естілмей қалған. Оларда не жағдай болып қалды? Олардың орта жолда автобустар бұзылыпты да, сосын бір ауылға тоқтапты. Кетші. Сосын? Конкурсқа үлгермейтін сияқты енді. Білмеймін енді, бірақ бізде қай ауылда екенін білмей отырмыз. Жаңа мама келген қазір. Бірге іздестіріп жатырмыз, көреміз ғой. Онда Жансай, мен саған қазір кешкі рейспен шығып кетемін, бәріміз жігіттерді іздейік, иә ма? Иә, жарайды. Жақсы, пока. Пока. Так, пойызбен шығайын ба, самолетпен шығайын ба? Аяулыға бер дейді ғой. Олардың қандай сиқырлары бар? Қаланың қыздар десе бастар айналып өледі еще. Қазақстанский горький шоколад кім береді? Сәл қымбатырақ алмады ма алса? Оқысам ба? Оқымасам ба? Не жазды екен? Қалай қыздар? Ауына отыр. Ағай, сізге бір ұсынысымыз бар еді. Қандай ұсыныс? Біз Ақбота, Мейірім, мен үшеуміз топ болып ән айтқымыз келеді. Иә, ағай, қалай қарайсыз? Топ дейсіңдер ма? Негізі жақсы идея. Бұл жақсы топ деген. Қазір. Мадина, Іңкәрмай, сендер де осы топқа қосылып ән айтсаңдар қалай қарайсыңдар? О, жақсы идея. Сол кезде топ полноценный болады сияқты, толық. Жоқ, ағай, біз ол топта болғымыз келмейді. Сол ғой, неге бірінші бізден сұрамайсыз? Мүмкін біз қаламайтын шығармыз. Вообще-то біз үшеуміз топ болғымыз келген, сендерсіз ақ. Қыздар, Макс ағайлар ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білет шығар. Не дегенмен тәжірибесі бар адам ғой. Сондықтан Макс ағайлардың айтқанын істеп, осындай топ болыңдар әдемі. Иә, дұрыс айтады. Бірақ не жазады дейсің? Сол баяғы қалған қыздарына жазатындары. Сүйкімдісің, әдемісің. Сүйкімді әдемі болғандарын қайтейін мінездері. Соңында жазатындар бар ғой. Ізгі ниетпен Расул. Ханшайым, сен де сұлу қызды өмірімде бірінші рет көрдім. Ботадай көздерін, аттың жалындай шаштарын сені өзіме ғашық етті. Ізгі тілекпен, Расул. Бірақ аттың жалыны деген негіз. Амат, атақ әдемі. Как мило. Қыздар, миласын милы ғой. Қайсы Расул? Ана сары шапкадағы болса ғой. Сендеп соққан жүрегім, сен соққандай жүрегім, сенсіз қалай күлемін, сенсіз қалай жүремін. Жүрегімде күледің, гүлдем екен жүрегім, көңілімде жүредім, көктем шуақ нұр еді. Көңілді күйге бейкештегі сол бейкеш биле. Сен дегенде мінез жағымды, сен дегенде оңай табылды ойлағанымның барлығы. Әугерім иесің сенің, басымды айналдырдым менің. Түнгі қала жарық, бүгін бейкеші, мамаңнан сұранып, шықшы бейкеші.